Сәлем, мен сүйікті оқырмандарым. Бүгін сіздерге осындай тек қана 3 ингредиенттен жасалатын шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Бұны көп күткендер де бар. Сол себепті жақсылап қарап, қайталап, пісіріп көріңіздер. Ол үшін әрине ең бірінші керекті ингредиенттерді дайындап аламыз да, бірден бастап кетеміз. Ең бірінші бөлме температурасындағы суды алып, үстінен бір қасық тұзды салып, жақсылап тұрып, тұзы кішкене ерігенше араластырып аламыз. Дайын ұнымызды алып, үстінен дайын болған суымызды құйып, жақсылап тұрып, қамыр илейтін боламыз. Әркімнің ұны әр түрлі болғандықтан, сіздер ең бірінші суға керісінше ұнды аз-аздан салып, қамыр илеп көрулеріңізге болады. Себебі мен описанияда 450-500 грамм деп жаздым. Кейбіреуінде 450 грамм кетуі мүмкін, кейбіреуінде 500 грамм кетуі мүмкін. Сол себепті асықпай жақсылап осындай тығыз, осындай қамыр шығады негізі. Одан кейін оны алып, пакетикке салып, бөлме температурасына 1 сағатқа қойып қоясыз. Дайын болған қамырымызды пакетиктен алып, рулет қылып кішкене қолымыздың көмегімен жайып аламыз. Өзіңіздің пісіретін табаңызға байланысты осы шелпекті теңдей бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Бөліп алғаннан кейін әр шелпекті осылай жанын бірінші басып, жаңағы пакетикке тағы да салып қоямыз 1-5 минутқа. Қамырымыз дайын. Ең бірінші дөңгелеткен қамырымызды аламыз да, шелпек жаюға кірісеміз. Жаюға жеңіл болу үшін кішкене ұн себеміз да, жаңағы қамырымызды дөңгелетіп, өзіміздің табамыздың пішініне келтіріп, осындай дөңгелектеп шелпекті жайып шығамыз. Ең бастысы жайған кезде барлық жағы бірдей тегіс болу керек. Егер ортасы жұқа болып, жан жағы қалың болатын болса, онда ортасы қатып қалады. Майды тез сіңіріп алады. Сол себепті біркелкі жаюға тырысамыз. Және бір орынға төсеніш төсеп, соның үстіне барлық бірінші шелпегімізді жайып аламыз. Сосын үстін жауып қоямыз майымыз қызғанша. Майымыз осылай қатты қызу керек, түтіні шыққанша. Одан кейін шелпегімізді салып, кәкпірдің және қасықтың көмегімен осылай айналдыра отырып, әр жағын 5-6 секундтан пісіріп аламыз, жақсылап тұрып. Егер шелпегіңіз осы видеодағыдай көтеріліп кетсе, онда ортасы жақсылап пісу үшін қамырдың екінші жағын алып, кішкене майыстырамыз. Сол кезде ортасына да май тиеді. Және әрбір қамырды пісіргеннен кейін кішкене майын сорғытып, кәкпірдің көмегімен 5-6 секундтай тоже ұстап тұрамыз. Әр піскен шелпегімізді осылай арасына салфетка қойып, бірінің үстінен бірін жайып қоюға да болады. Сол кезде ана қағаз шелпектің майын өзіне сорғып алады. Барлығын пісіріп алғаннан кейін, кішкене суығаннан кейін, арасындағы қағаздарды алып, жеке бір ыдысқа салып қоямыз. Міне біздің шелпегімізде дайын болып қалды. Әбден суыды. Қараңыздар, суыса да өте жұмсақ және өте дәмді болып піседі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сонымен қатар суығаннан кейін пакетикке де салып қоюға болады. Сол кезде өзінің жұмсақтығын сақтайды. Келесі рецепті ең бірінші көргіңіз келсе, менің страницама кіріп, напоминанияға басып қойсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.